Сәлем достар, бүгін менде өте дәмді сливкисіз дайындалатын трайфлдың рецепті өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Ал бірге бастайық. Ыдысқа 3 жұмыртқаны салып, үстінен шым-шым тұз саламыз. Жақсылап миксермен көпіртіп аламыз. Көпіргеннен соң жанынан 100 грамм қантты аз-аздан сала отыра толықтай ағартып алатын боламыз. Міне дәл осылай ағарып шығуы қажет. Одан соң жанынан 60 мл сүтімізді қоямыз. Және де 10 мл сұйық майды. Жақсылап 1-2 минут шамасында қозғаймыз. Болғаннан соң 100 грамм ұнның үстінен 30 грамм какао, 1 шай қасық разрыхительді салып, үшеуін жақсылап араластырамыз. Ал енді сұйық массамыздың үстінен 2-ге бөліп саламыз. Осындай лопаткамен астынан жоғарыға қарай қозғаймыз. Бізде дәл осындай масса шығуы қажет. Енді арнайы формамызды дайындап, үстінен құйып шығамыз. Домалақ формаға да пісіруге болады. Бұндай формада тез суиды. Енді 180 градуста 10 минут 12 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Піскеннен соң формасында толықтай суы қажет. Дәл осылай қалдырамыз. Енді крем дайындаймыз. Бізге ол үшін 200 грамм сары май және де 100 грамм сахарная пудра қажет. Толықтай осылай араластырып аламыз. Дәл осылай көлемінен ұлғаюы қажет. Енді үстінен творожный сырды саламыз. Жақсылап екеуін біріккенше араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын. Бізде дәл осындай қою масса шықты. Енді кремімізді қалдырып, пирогымызды осылай бөліп майдалап шығамыз. Езгілеп алу керек. Міне біздің пирогымыз дайын. Осылай үгіттеп алдық. Енді ыдысымызға осылай бірінші пирогты саламыз, қамырды. Одан соң үстінен творожный сыр кремімізді яғни салып, жағып шығамыз. Негізі арнайы пакетпен, кондитерлік пакетпен салған ыңғайлы. Егер ондай жоқ болса, осылай қасықпен саламыз. Үстінен қалауыңызша өзіңіз осындай банан, жеміс-жидектер қоссаңыз болады. Ол міндетті емес. Дәл осылай видеода көрсетілгендей ары қарай жинап шығамыз. Өзіңіздің қалауыңызша кез келген ыдысқа осылай жинап салсаңыз болады. Ал енді 100 грамм шоколадтың үстінен 100 мл сүтті құйып, водяной баняда ерітіп аламыз. Толықтай бөлме температурасында суытамыз. Енді үстінен құйып, жағып шығатын боламыз. Ары қарай қалауыңызша сәндеп, асқа бере берсеңіз болады. Холодильникке, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салсаңыз, тіптен керемет болып шығады. Өте дәмді трайфлымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видео рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.